Жаңалықтарымызды ең маңызды хабардан бастаймыз. Отандасымыз Рухия Байдукенова Витебск қаласында өткен Славян базары 2021-дің гран-при иегері атанды. Рухия, Казахстан! Триумфты жеңісіне ең жоғары 138 балмен жетіп, ол Сербия елінің әншісінен озып түсті. Бірінші кезеңде Ару Mariah Carey'дің Emotions әнін салған болатын. Айта кетейік, эмоцияға беріліп айтқан әнін ол Славян базарына іріктеуде шырқаған. Осы өнері үшін Роза Рымбаева Рухияны қолдап қазақстандық Mariah Carey деп атаған. Ал бұл қызды конкурста қолдаған Димаш Құдайберген. Ол фестиваль басталмас бұрында отандасына демеу берем деген болатын. Рухияның өнер көрсету барысындағы Димаштың реакциясын жанкүйерлер видеоға да түсіріп алыпты. Бес октаваға жететін даусымен ол Славянский базар 2015-тің жеңімпазы. Әрі әділқазылар алқасының мүшесі Димаштың өзінде таңғалдырған көрінеді. Ал екінші кезеңде Рухия Славян хитін орындады. Осылайша фестивальдің ең жоғары жүлдесі лираны ұтып алып гран-приге ие болды. Бұл марапатымен желіде Рухияны Димаш Құдайберген былай құттықтады. Жарадың алтын қарындасым, жеңісті күндерің көп болғай. Алла қаласа сен үлкен жұлдыз боласың. Бүгін сен Славян базарында халқыңның мәртебесін асқақтаттың. Жюри мүшесі болып отырған менің де мерейімді үстем еттің. Нағыз шынайы өнерге қызмет етіп, бәрімізді осылай қуантып алға баса бер. 2019 жылы дәл осы сайыста жеңіске жеткен Әділхан Макин де Рухияны қолдауда. Жарайсың, Рухия, өте қуаныштымын сен үшін. Елімізде 3-ші гран-при. Байдукенова Славян базарына қатысуды 3 жыл бойы армандаған. 2019 жылы еліміздің атынан Макин шықса, 2020 жылы Бексұлтан Кенішқалиев аттанған болатын. Енді міне Рухия арманына жетіп, Қазақстанға үлкен жеңіс сыйлауда. Қысқасы аталмыш байқауды қазақстандықтар түбегейлі өздеріне меншіктейін деген сияқты ғой. Айта кетейік, 22 жасар Рухия бірталай халықаралық ән сайыстарының жеңімпазы. Қазіргі таңда ол Қазақ ұлттық өнер университетінің 3-ші курс студенті. Ендеше бұл қыстай сайраған Байдукенованы үлкен жеңісімен құттықтаймыз. Өнердегі қолдаушылары мен ағаларының жолын берсін деп тіледік. Сіздер де Рухияны құттықтауды ұмытпаңыздар.